Последние новости сообщил сам Базарбек, находясь рядом с больницей района Турара Рыскулова, где лежит в реанимации потерпевший. Құрметті қазақ халқы, қазіргі қоғамда резонанс туғызып жатқан оқиғаға өздеріңіз куә болып отырсыздар. Бұл оқиғадағы біз жәбірленуші тараптан боламыз. Қазіргі таңда Бақытжан Базарбек ағамыз біздің жанымызда барынша өзінің көмегін көрсетіп жатыр. Бауырымның аяқтан тұрып кетуіне еш көмегін аяп жатқан жоқ. Қазіргі таңда бауырымның жағдайы қанағаттанарлық. Ол кісінің бауырыма көмек көрсетіп жатқан ақ халатты абзал жандарға да алғысым өте шексіз. Құрметті қалайық, бауырым үшін дұғада болыңыздар. Енді құрметті осы қазақ халқы қазір мынау резонанстық болып тұрған мынау ДТП кезінде осы бауырымыз Нұржігіттің қазір жағдайы толығымен мынау ақ халатты абзал жандардың қазір қолында емі жүріп жатыр. Облыстық Жамбыл облысының денсаулық сақтау тарапынан үлкен көмек атқарылып жатыр. Бірталай жаңағы дәрігерлер, сарапшылар толығымен келіп, жерде Нұржігіт бауырымызға көмегін асырып жатыр. Реаниматологтар, травматологтар келіп жатыр. Дәрілі дәрмектерін үзбей денсаулық сақтау министрлігі мен тікелей байланыста консилиумда жүріп жатыр. Сондықтан да динамикасында кішкене оң өзгерістер бар. Енді жанымда Нұржігіт бауырымның жақын туған туысқандары, міне Құралай Нұржігіт бауырымның жолдасы, жерде Нұржігіт бауырымның әпкелері, ағалары, бауырлары, бәріміз енді дұғада болайық Алланың қолында. Енді алып қашпа әңгімелерден таратпайық. Міне біз бәріміз біргеміз. Бас аяғында кейде түнеген кездеріміз болды осы жерде. Сондықтан да осы больницаның маңайында тек қана біз осы Нұржігіттің аяққа тұрып кетіп, жаңағы семьясының оралуына бар дұғамызды айтып отырмыз. Алла қаласа Нұржігіт аяққа тұрып кетіп, семьясына оралғаннан кейін мен өзім жеке басым осы Нұржігітті бүкіл Астана, Алматы барлық жердегі нейрохирургиялық және басқа да ем шара жаңағы өзім жаңағы көмегімді асыратын боламын. Сондықтан да Алла қаласа бауырымыз аяққа тұрып кетеді. Оған бәріміз сеніп отырмыз. Бір Алла қолдасын. Рахмет сіздерге барлықтарыңызға.